Сәбира апай біздің қазақ сахнасында бүкіл аналардың галереясын жасап кетті. Жалғыз ол қазақ сахнасында ғана емес, әлемдік деңгейдегі театр тарихына алтын әріппен жазылған осындай образ. Үлкен тұлға ойып тұрып алған өздерінің еңбектері. Ол Сәбира апам елге елеулі, халыққа қалаулы адам болған. Енді Сәбира апай туралы айтар сөз өте көп. Әрбір рөлі туралы. Жай осындай отырыста Сәбира апай жалпы қылықты сондай. Өзі жаңа ғана бір түрлі бір күңіреніп, енді бір сәтте жарқылдап, жайма шуақтанып, осы ойнақы мінезбенен шыға келетін. Әсіресе мына ауылда жүргенде Сәбира апайға елдің бәрі қарап отырады ғой. Енді төрден ойып орын береді. Сәбира Майқанова қазақтың театр өнеріндегі ерекше айтулы тұлғалардың бірі. Ол қазақтың сахналық кино өнерін биікке алып шыққан ұлы актриса. КСРО халық артисі, мемлекеттік сыйлықтың лауреаты Сәбира Майқанова театр өнерінде есімі алтын әріппен жазылған десек те болады. Сәбира апамның бүкіл өзінің өмірінің 65 жылы осы театрға арналған екен. 1932 жылдан театрда адал қызмет етіп, өмірінің соңына дейін керемет бейнелерді сомдаған актриса. Қарап отырсаңыз, аналардың галереясын жасаған актриса десек те болады. Қазақстан және КСРО халық артисі Сәбира Майқанова Қызылорда облысының Сырдария ауданында туған. Ол қазіргі Қазақ мемлекеттік академиялық драма театрының құрамына 1932 жылы қабылданды. Шығармашылық жолы осы театрдың тарихымен, өсу жолымен тығыз байланысты. Директорға кірдім. Қолымда арызым бар жазбаған. Директордың кабинетінде Серкағай өткен. Серкағайды сахнада көріп жүретінмін. Ол кісі маған өте ұнаушы. Сосын алені мына баланы көрдіп, Серкағайды қосып, мені директор солай нұсқады. Мен өзім құлағымнан күн көрінген кезімде әуезов театрына бала болып бардым, көрдім. Сәбира апаммен бірге бір спектакльде Шыңғыс Айтматтың Ана жар анасында немересін ойнадым. Одан келе жаңа ұлы Жайнақты ойнадым. Енді Сәбира апамыздың толғанай рөлі жалғыз ол қазақ сахнасында ғана емес, әлемдік деңгейдегі театр тарихына алтын әріппен жазылған осындай образ. Құлыным, ана жүрегіне дақ салмайын деп, мені аяғандағы түрі ғой. Жайнағым жадымда болсын, жадым. Апатайым ренжіп қалдау дегенді. Ойыңа ала көрме қарашығым. Жоқ. Жоқ. Сәбира апам мені бір аңыз. Ол Сәбира апам сияқты адам туа ма, тумай ма, мүмкін туатында шығар. Бірақ Сәбира апам ерекше адам. Сәбира апамды айтсам, мен барлық апай есіме түседі. Қадиша апам, Қабиб апам, Бекен апам, Шолпан апам, Зәмзәм апам, мінекі бәрі апамыз ғой біздің. Кейін кеткен анау, ол да апа бізге мысалы. Фарида, қандай адамдар десекші? Сәбира Майқанова өзінің шығармашылық өмірінде көбіне қарасаңыз басты бейнелерді ойнаған рөлдерді. Оның көбісі, жаңа айттым ғой, аналар галереясын жасаған деп. Соның бірі жаңа Толғанайдан бастасақ, Қос көрпеш Баян сұлуда Мақпалды, және де Шоқан Уәлихановта Зейнеп рөлдерін қалай ойнаған. Тағы да басқа керемет мықты образдар жасаған. 66 жылы өнерге келгенде алғаш көрген спектаклім сол Ана жер ана спектаклі болатын. Соның дайындығында актерлік өнердің қаншалықты азапты жұмыс екенін мен сонда көргем. Сахнада
ана жер ананың репетициясы жүріп жатты да, содан кейін репетиция бітті, барлығы кетті. Содан мен ана балконда отырғам, бір кезде Сәбира апайға айтып келді. Келді, жан-жағына қарады, ешкім жоқ та, өзімен өзі дайындалды, жылайтын жерінде жылады, айғайлайтын жерінде айғайлады. Тойсы, бұны айтып отырған себебім, мен сонда ғана түсіндім актерлік өнердің қаншалықты ауыр өнер екен, жауапты өнер екен. Жауменен арыстандай алысып, ақыры шейіт болдым ба. Майқанова сахнаға шыққанда образды бейнелеп қана емес, бас кейіпкердің өзімен біте қайнасып, өз басынан өткендей өміршең етіп сомдайтын. Сәбира апай, мысалы, репетицияда болсын, спектакльде де болсын, ешқашан жанын аяған емес. Кейде актерларда болады, кешке көрермендерге ойнаймын деп, жай ғана дайындалатын кезі болады. Сәбира апайда ол жай ғана деген ұғым жоқ. Ол репетиция болсын, басқада болсын, барлық жаны салатын. Сонысымен ерекшеленетін. Өз басым Жаңбырға ойнап жүргенде, ауырып тұрса да, қиналып тұрса да, сахнаға келгеннен кейін жанын аяған емес. Көзден жасы бұршақтап төгіліп, маңдай тері басқасы деп спектакль біткенге дейін өзін аямаушы еді. Өйткені ол толғанайды өмір аяған жоқ. Ол адамзат баласына келген алапат осы соғыс шын мәнінде қазақтың да бел омыртқасын сыздырып кетті ме, қалай болады деп жатқанда, еркектердің бәрі кетті, әйелдер, аналар бәрі жесір қалды, ұрпақ бола ма жоқ па деп жатқанда, үлкен жүректі аяулы ана ретінде Сәбира апам өз басын соның бәрі өмірінде де, өнерде де солай бәріне өткізді. Сондықтан Сәбира апам толғанайы, жалғыз өгісі образды, сол заманды, солдан тірілту үшін бүкіл қазақтың талантты ұл-қыздары соған жабыла бойларындағы асыл қасиеттерін сіңірді ана жер анаға. Шыңғыс Айтматовтың ұлы шығармасы ана жер ана трагедиясындағы толғанай бейнесін Сәбира апай бойындағы бар сезімін, бәр күшін, бәр санасын сол бейнеге салып ойнады. Балапаным-ау, маған оңай болып жүр ғой деймізсің. 12-де бір күнің ашылмай, өмірдің күз әзирасында да бір сайрандауға бір шаң болмай кеттім ғой. Сахнаға қанша терін төгіп, көз жасы тамып, қанша спектакль ойнады. Жылап жүріп Сәбира апам шыққанда сахнаға ана жер анада жер енді аспан білмеймін енді қандай болатын. Өзі айтып кетеді, бүкіл жаңағы шығармашылық менің өмірімдегі шыңым ол ана жер ана спектакліндегі толғанай рөлі деп. Мінекей қазіргі таңда ана жер ана туралы да бір шама құжаттар, не деген керемет суреттер қазіргі біздің театр музейінің қорында. Толғанайды келіп, жаңағы алдына тәу өтіп отырып жер анамен, «Әй, Толғанай, тағда келдің бе?» деп. «Бүгін сенің боздақтарыңды еске алатын күнің ғой» деп. Екеуі отырып, жер анамен Толғанай екеуі сырласқан кезі, мұңдасқан кезі, қазақтың басынан жаңа мың өліп, мың түрілген қазақтың тағдыры туралы, болашағы туралы ойласқан сәттерін Майқанова шын мәнінде ол енді жазушы болмаса да, философ болмаса да, өмірдің өзінен оқыған, осындай тоқыған ірі талант екен. Осы спектакль, осы образ арқылы дәлелдеді. Осындай ірі тұлғаларға көрме қояр алдында бүкіл өзің шығармашылық өмірмен танысып шығасың. Сонда қарап отырсаңыз, кәдімгі көзге елестетуге де болады көрмегеннен кейін. Оны қалай? Ол жаңағы айтқан суреттерге қарап, ол кісінің тек қана бұлай шығармашылық өмірмен емес, сонымен қатар басқа адами қасиеттерін қаншама қазір үлкен кісілер айтып отырады. Сонда қарасаңыз, сондай қарапайым болған өмірде, сонымен қатар өте мінезді кісі болғанын, және де өзінің
шығармашылық өміріне, өзінің рөліне қандай жаңағы бекем болғандығы. Өйткені мынау «Ана жер ана» спектаклінде өзі де айтып кеткен бір естеліктерінде, мен дейді толған айға шығу үшін 2 күн ешкіммен сөйлеспейтінмін, ешқайда бармайтынмын, қонақта шақырмайтынмын дейді. Осының өзі өзінің жаңағы рөліне қалай қарағандығы туралы айтатын сияқты. Сәбира Майқанова ойнаған рөлдердің ешқайсысы назардан тыс қалмады. Әрдайым ел алдында болды. Оған оның қасында жүрген, бірге болған өнердегі, өмірдегі жақын әріптестері мен достарының сөздері дәлел. Мен өзім Оксымен Сан-Францискодан келген бұлтты қойдым. Сол кезде репетиция процесінде Сәбира апайға айтам: Сәбира апай, сіз жүгіріңіз, мына жерде жайлап жүруге болмайды деп сөйтсем, Сәбира апам айтатын: ой, мен отырсам да жұрт қабылдай береді деп. Соңғы мен Оксыны қалай айтқаныма көндіру керек. Партнері Жамал Жалмұхамметова деген актриса болды, көрші кемпірді ойнайды. Сол кісі өмірдің өзінде сүрініп шалынып жүретін. Сахнада репетиция кезінде 1-2 рет сахнаға шыға салды да, орындыққа дұрыс отырмай құлап түсті. Соңғы мен айттым: жұрт деген күліп жатыр, репетицияда қатысқан адамдар. Мен осылай жасаңыз деп сөйдем, Сәбира апам қарап тұрды. Оған неге келеді? Мен де жүгіре алам, мен де құлай алам деп. Сонан кейін жаңа мен айтқан талаптардың барлығын орындайтын. Сәбира апаның тағы бір керемет рөлі Сайт Ахматтың «Келіндер көтерісіндегі Фармон бибі». Енді ол спектакль менен бармаған ауылымыз, баспаған төбеміз, шымылдығын көтермеген сахна қалмаған шығар осы елімізде. Майданда қандай ойнайтын? Майдан деген спектакль Бейімбет Майлиннің. Құдай-ау, бүкіл спектакльдің бәрі көз алдымда ғой, Сәбира апамның ойнаған спектакльдері. Мұрагер Исабековтың, Дулат Исабековтың мұрагері, мен қызын ойнадым сонда. Қандай ойнады сонда, әлгі Салиқа деген рөлді ойнадық. Жылап отырасың. Анау неде? Басқы спектакль келіндер көтерілісінде қандай спектакльді ойнады. Бүкіл балаларын келіндерін уысына ұстап былай отырады. Ақшасын сыпырып алып, оғанда күш керек, оғанда шеберлік керек. Сондай шебер адамдарды көрмейсің ба? Ондай адамдар деген енді мен білмеймін енді. Солардың орны толмайды. Бекен апам қайда, Шолпан апам қайда, Зәмзәм қайда, Фарида қандай. Мынау Сәбира апамның енді басқа рөлдерімен салыстыру үшін де айта кетуге болады. Ол рөл жаңа кейінірек қойылды, 82 жыл деп отырым, мұрагерлер Дулат Исабековтың. Онда бүгінгі заман қыз да қайтыс болды, күйеу баласы да өлді, жалғыз басты, былайғы жалғыз қалған, мынау жаңағы біздің Көктөбенің түбінде тұрған, жаман ғана лашықта тұрып жатқан кемпірдің тағдыры туралы. Өтірік, қатын маған олайды, ешнәрсе айтқан жоқ. Қойнында жатқан қатыны байына шын айтпады деген мұны да көрдік. Тек айтпайын дейді де, ойбай. Бедім-ай, шойылын жүргізбей жүргенін көрмейсің де. Женім айтықтан жатырсың ғой, жаным. Сәбира апамның іштегі қуаты, жақсы мен жаманды айыра білетіні, сол көзді осы айтуын айтып, лағанетін айтып, өзінің әділдігінен, турашылығынан, жақсылық үшін жанын беруге тұратын осындай еркектерде жоқ болса, аналарда бар екенін дәлелдеп кеткен адам Сәбира Майқанова. Сахнада көбіне ауыр тағдырлы аналарды ойнағанмен, өмірде ашық жарқын мінезді, аса қарапайым әрі талантты жан еді деп еске алады әріптестері. Ол кісінің жұмыс істеу процесінің өзі бір режиссер үшін болсын, басқа әріптестер үшін болсын, бір ғанибет дүние болатын. Өйткені ол кісіден үйренетініміз көп болатын. Біз жаңа деген театр табалдырығын аттаған кезде сол Сәбира апайларға қарап үйрендік.
Сәбира апай қай образ жасамасын, ол үлкен болсын, ол кіші болсын, барлығын жаны салып ойнайтын. Жаңа ана жер анадағы Толғанай образын айттық қой. Қобыланда Көкленді ойнайды. Онда да жаны салып ойнайтын. Пәлендей асып кеткен текст жоқ, бірақ тексті бар болатын. Соның өзінде кереметтей құлшыныспен, кереметтей жауапкершілікпен қарайтын. Біз гастрольде көп жүрдік Сәбира апаммен. Ал енді сахнада сөйлесе алмайсың. Сахнада дайындалып тұрамыз ғой, сахнаға шығарда. Онда сөйлемейміз, біз қорқамыз апамнан бетіп. Анау қара көзде шығады ғой, бетіп мөржанды шыққанда осы беткенде біз өзіміз аяғымызды жинай қоямыз. Көрдің бе қандай адамдар десекші. Мына сыртқы тұлғаларына іші сай адамдар. Солар Құдай өз жаратып туа ма, или оқығаннан бола ма, жаратылыстан да Құдай беретін шығар деп ойлаймын. Олар қиыншылықты көп көрген адамдар. Соғыс уақытысында аш жалаңаш жүрген адамдар. Адам басынан өмір сондай өтсе, адам өзі мына ішкі дүниеңді ашылады. Барлығы соны өтірік болмайды. Шындықты ойнайды. Сәбира апай менен ел аралап жүргенде бір рахатқа бататынбыз. Сәбира апай елге келгенде жағдайларын сұрайды, мал жаның аман ба дейді. Бүкіл ел жұрттың бәрімен өзінің ауылының қызындай, әрбір ауылға келгенде сол ауылдың қызындай, сол ауылдың әжесіндей, сол ауылдың апасындай, кеше ғана бір тойдан келген сияқты, бір жақтан қонақтан келген сияқты бәрін сұрастырғанда, олар бәрі жамырап, бәрі жағдайларын айтып, оларды керемет қошеметтеп, осы керемет шүйіркелесіп, ауылда жүрген сәттерде Сәбира апай өзін ерекше бір бақытты сезінетін. Ол бірәгі гастрольде жүріміз, бейнет көріп жатырмыз, енді жол алыс, күн ыстық, не суық. Сәбира апай ыстық суыққа да қарамайтын. Бізді кей кезде тіпті қыста да алып шығып кете беретін. Біз соған Сәбира апайға сол керуеніне еріп жүре беретінбіз. Сол жылдар бір бақытты жылдар екен. Сондықтан өз басым Сәбира апамыздың аналық мейірімін, кең құшағын, даналығын өміріме арқа өткен адамның бірімін. Сәбира апам жалғыз маған емес, театр ұжымына, кейін арттан ерген жастарға бәріне сондықтан да анасындай болып кетті. Тек анаңның жанында сол күйіңше қалдым. Әрдайым өзіңді ойлап жүрем жаным. Есімде станцияда жылап тұрған сәбиге үстіңдегі жалғыз шолақ тонымды шешіп бергенінде есімде балапаным. Бәрі есімде. Жанр талғамайтын адам еді. Жақсатқа оңмен солы бір дегендей, қай жағынан да темінбейді, қай жағынан да өтпейді. Ол жаңа отыратын адам маған болса, алады да кетеді ғой. Сол сияқты Сәбира апам рөлге келгенде комедияның да ойнайтын, трагедияның да ойнайтын, драманың да жаңа ойнайтын. Сондықтан сөйлегенде мынау орысша, мынау қазақша деп білмейтін, өйткені не айтатынын біледі ғой. Келсін келмесін дұрысы отырып, төгіліп сөйлейтін еді. Жиналыс болғанда, отырыстарда Сәбира апама сөзді береді. Ел тыңдап отыр, бәрін түсінеді. Орысшасы келмей жатса да жаңа білмейді. Басы оған ешкім қысылмайды. Өйткені солай сияқты. Ол енді біздің Сәбира апамыздың бойына бітірген ұлы қасиет. Ол сахнаға келгенде образдың шын мәніндегі жан әлемін, ой әлемі арқылы өзінің екшеп отырып, сол образды аша білетін таланты бар еді. Сәбира Майқанова көрерменге қазақ анасын сомдау арқылы әлем анасы болып танылған табиғаты дара тұлға еді. Ал енді театр музей қорында Сәбира Майқанова туралы керемет жәдігерлер бар. Көптеген мысалға еске алу кештері, Сәбира Майқанова туралы мерейтойлары осында аталып өтіліп жатады. Сол кезде біздер керемет көрмелер ұйымдастырамыз. Өзінің туған жеріне де барып көрме қойып келдік. Сәбира апаның шынымды айтсам керемет сол құнды жәдігерлерінің бірі мен әрине өзінің тері сіңген сахналық киімдері дер едім.
Сол сахналық киімдерінің бірі ол Шоқан Уәлиханов спектакліндегі Зейнеп образында киген сахналық киімі. Қазіргі таңда музейдің мысалға төрінде тұр. Келген көрермен көріп таныса алады. Сол Сәбира апамыздың өкшесін басып есейіп, шапанын жауып, шашбауын көтеріп, шапағатынан құр қалмай, сол осы апаларымыз бен ағаларымызды көріп қалғаным үшін мен өзімді осы өте бақытты санаймын. Партнерің жақсы болса, адам атқа қамшы салғандай өзің қамшыланасың. Өздеріне тартады. Өзің жетпеген жеріңді жеткізіп жібереді ғой. Магнит сияқты. Мен солардың қасында жүріп, жас болсам да солардан үйрендім. Шынында да біздің ұрпақ, біздің буын бақытты. Сол аталарымызды, апаларымызды көріп өстік, сол кісілерден үйрендік. Ол енді бір таусылмас біз үшін бір ұлағатты, үлгі. Сәбира апамның адамдығы енді ол қасиетті жағым көп қой. Жағымсыз жағын көргем жоқ. Өте ана, адал, балаларына болсын, достарына болсын, сахнада ойнаған партнерларына болсын, өте жағымды актриса. Ол сахнада өтірік ойнап, өтірік айтып, мына актер адам мысалы өтірік айтпайды менімше. Бәрі адал сияқты болып тұрады. Жақпайтын сияқты сондай. Сәбира апамның көп қылығын алуға болады, енді жақсы жағы көп. Сондықтан үйде тәрбиесі болсын, сахнадасы болсын, өнерде де, өмірде де үйренетін адам, үлгі алатын адамдар. Сол кісілерден үлгі алып, солардың ізімен келе жатырмыз ғой, әліңге дейін алдына шықпаймыз. Театр өзі басқа өнердің түріне қарағанда, басқа кәсіпке қарағанда, театр бір сиқырлы әлем. Өзінің сиқырына, өзінің тұңғиығына тартып кетеді, одан шығу мүмкін емес. Сондықтан біздің үлкен ақсақалдарымыз, апаларымыздың барлығы өмір бақи сахнада жүрді. Соңғы дем біткенше дейін сахнадан қоштаспай жұмыс істеді. Сәбира апамыз да сондай болды. Ол сахнадан кеткен жоқ, кетпегенді өзінің бар ғой, әлі күшті қанша ойнайтын күші бар. Өзінің бәрі жатыр ғой, багаж сияқты, сандықта жатыр ғой заттары. Оның таусылмайды. Ол Сәбира апам деген енді қанша рөл ойнайтын еді. Нағыз үлкен адамдарға келіп тұр ғой рөлдер. Өлгенше, кеткенше, қайтыс болғанша рөлдерін ойнап жүрді. Ештеңе жоқ, ширақ, жатықпаған жоқ, арықтаған жоқ, жаман болған жоқ, соқ алпы. Көз алдымызда тұрады Сәбира апам. Аналарға келе жатқан әуесіп театрының Сәбира Майқанова, Бикен Римова, жаңағы ар жағында Қарагөзді ойнаған Замзагүл Шәрипова, Баянды ойнаған Шолпан Жандарбекова, осылардың Фарида Шәрипова, осы ата аталған таланттардың барлығы бірін-бірін қайталамаушы еді. Құдай бергенінен жаратылыс әркім әртүрлі жаратты ғой. Бірақ көбінің жан басына келетін рөлдер болады. Ақбаянды ойнағаннан кейін басқа рөл қиындау. Не болмаса Қарагөзді ойнағаннан кейін басқа кемпір-сампырларды ойнауға жаңағы мүмкіндігі бермейді. Ал мына бес аспап қайда салсаң да сол сахнада образының жан әлемін ашып, кіріп, адам сендіретін, баурап алатын, жыласа жылататын, күлдірсе күлдіретін осындай сахнаның құдіретті артисі ол Сәбира Майқанова еді. Сәбира Майқанова шын мәнінде театрдың қазақ сахнасының анасы болды. Әсіресе әйел ана рөлдерін жан жүрегімен беріле, ерекше шынайлықпен, жанын сала бар жүрегімен тебірене ойнайтын еді. Ол көрермен жүрегінде санасында із қалдырған ұлы актрисаның бірі де бірегей болып қала береді.